Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай салат дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге тұздалған қияр қажет болады. Алып үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштің майда тісінен өткізіп алғаннан соң бір ыдысымызға салып, суын бөлек шығарып алатын боламыз. Суын бөліп, бөлек ыдысқа салып аламыз. Суын бөліп алмайтын болсақ, салатымыз өте сулы болып кетуі мүмкін. Келесі кезекте 3 жұмыртқамызды алып, үкіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Тұздалған қиярымыздың үстіне саламыз. Бір-екі дана сарымсақты майдалап езіп қосамыз. Татымына қарай тоз бұрыш салып, үстінен майонез салатын боламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді, 2 заттан тұратын, тез дайын болатын салатымыз дайын. Салат ретінде де немесе қара нанға жағып жесеңіз де тіпті керемет дәмді болып шығады. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болғаныма Дина.